Құрметті қазақстандықтар, құрметті сыр жұртшылығы, сіздерді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Саулық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, көк байрағымыз дүбілі далада әрдайым желбіреп, әнұранымыз шырқай берсін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. 100% мен орындадым деп ойлаймын. Өйткені әлем біріншілігіне біз лицензия алсақ екен деген жоспармен шыққанбыз. Сондай бақытты, сондай бір жақсы бір жыл болды. Әлем біріншілігінде финалда күрестім. Әттең ай болды. Әсіресе финалдық уақытта ол жерде бір сондай жоспармен алтынға деген жоспармен шыққан едік. Сондай бір аурулардың бір кедергілердің кесірінен сондай дәрежеге жетті. Оған да шүкір дейміз. Өте қуаныштымын осы жылдың қорытындысына қараған. Олимпиадаға дайындық барысы бірінші осы Қазақстанның балуандарын отборын өтіп, олимпиадада медальмен деген оймен барамыз. Өйткені менің екінші олимпиадам. Бірінші олимпиадада кішкене қалған еді қолаға. Осы олимпиадада соны қайталамай медальмен қайтсам ба деген мақсатым бар.